Мемлекеттік банкрот деген 2002 жылы халықаралық валюта қоры ұсынған тұжырымдама. Бұл елдің фискалдық кірісі импортқа қажетті валюталық шығындарды өтей алмаған кезде, немесе елде резервтер мен қарыз несиелері болмаған кезде, оның көтеретін тәуелсіз қарызы әлі де оның жалпы ішкі өнімінен үлкен екенін білдіреді. Соның салдарынан мемлекет қарызын өтей алмай, ішкі тұтыну қажеттілігін қамдай алмай, дәрменсіз күйге түседі. Корпоративтік банкроттықтан айырмашылығы, кәсіпорын банкроттықты жариялаған кезде жұмыс орны таратылады және жабылады. Бірақ егер мемлекет банкрот деп жарияласа да, оның ұлттық егемендігі банкроттыққа байланысты егемендігінен айырылмайды. Бұл банкроттық жариялағаны қайта мемлекетке қорғаушылық етеді. Елдің абсолютті экономикалық дағдарысын көрсетумен қатар, ол басқа мемлекеттерге қайтаратын қарыздың уақытын ұзартудың ұтымдылығын береді. Басқа елдердің несиелері немесе халықаралық валюта ұйымының көмегі арқылы қиындықтарды жеңу үшін уақыт тұтады. Ел банкротқа ұшыраған кезде мемлекет ішкі және сыртқы қарыздарын өтей алмағандықтан үлкен көлемде қарызға батады. Бұл қарыздар ақырында жанама түрде сол елдің азаматтардың мойнына түседі. Мемлекеттің қарызын өтеуге көмектесу үшін азаматтар көбірек салық төлеуге мәжбүр болып қана қоймайды. Сонымен қатар мемлекеттік қаражаттың жеткіліксіздігінен елдің әлеуметтік нысандары мен әл-ауқаты да төмендейді. Сонымен қатар елдегі несиенің күйреуі салдарынан валюта күрт құнсызданады. Азаматтарға ауыртпашылық тіпті де арта түседі. Ел үшін банкроттыққа ұшырауы халықарада сенімі мен беделін жоғалтқанын білдіреді. Халықаралық көмекке жүгіну қиындай түседі және экономикалық операциялар, сондай-ақ қарыздар өтелмейінше немесе үшінші тараптың иелігіне алынғанша күйреу қаупі жоғары болады. Бүгін әлемде банкрот деп жариялаған немесе банкротқа ұшырау алдында тұрған бірнеше елдерді және олардың экономикалық дағдарыстарының себептері мен салдарын қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Шри-Ланка оңтүстік Азияда Үнді субконтинентінің оңтүстік шығыс жағалауында орналасқан аралдық мемлекет. Оның жер көлемі 65 мың шақырымды құрайды. Бұл Малайзиядағы Батыс Малайзия түбегінің жарты ауданына тең. Елде 22 миллионға жуық адам тұрады. Оңтүстік Азияның інжу маржаны ретінде белгілі Шри-Ланка әлемдегі асыл тастар ең көп өндіретін 5 елдің бірі. 20 ғасырдың басына дейін экономикалық серпіліске қол жеткізіп, оңтүстік Азиядағы ең жоғары табыс табатын елге айналды. Бірақ 2022 жылға қарай оңтүстік Азиядағы бұл арал елі 1948 жылдан бергі ең ауыр экономикалық дағдарысқа ұшырады. Шри-Ланканың экономикалық құрылымы салыстырмалы түрде қарапайым және оның валюталық түсімдері негізінен 4 арнаға сүйенеді: туризм, тоқыма, көгалдандыру және экспатрианттардың ақша аударымдары. Тәуекелдерге төтеп беру қабілеті әлсіз, ал нарықтық құны төмен экономикалық құрылым және технология қарқындылығы Шри-Ланканың сауда жағдайының халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті болуын қиындатады. Сауда тапшылығының кеңеюіне байланысты Шри-Ланканың валюталық резервтері бірте-бірте төмендеу тенденциясын көрсетті. 2017 жылдың соңында валюталық резервтер 8 миллиард ақш долларынан аз болды. Бұл елдің импорттық шығыстарын 4-6 айға ғана қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар 2019 жылдан 2022 жылға дейін Шри-Ланка ұйымдасқан шабуылдар, коронавирус, Ресей-Украина қақтығысы және федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі сияқты көптеген факторларға ұшырады. Алғашқы екеуінің себебінен Шри-Ланканың туристік индустриясы мен шетелдіктердің ақша аударымдарына екі негізгі салаға қатты зиянын тигізді. Соғыс энергия мен азық-түлік бағасының өсуіне әкеліп соқты. Бұл бюджеттік шығындарды көбейтті. Шри-Ланканың сыртқы қарызының көп бөлігі ақш долларында екенін ескерсек, оның сыртқы қарызының шамамен 85%-ін өтеу мерзімі 15 жылдан астам ұзақ мерзімді қарызды құрайды. Федералдық резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі Шри-Ланканың қарызды өтеу құнын тікелей ұлғайтты. Жоғарыда аталған негізгі факторлардың әсерінен Шри-Ланканың валюталық резервтері соңғы бірнеше жылда айтарлықтай азайды. 2022 жылы жалпы сыртқы қарыз 51 миллиард ақш долларына дейін жинақталды. Бірақ қолда бар валюталық резервтер 50 миллион ақш долларынан да аз болды. Шри-Ланка қарызының ауқымы кейбір ірі елдердегідей үлкен болмаса да, ұлттық банкроттықтың ең маңызды көрсеткіші елдің өтеу мерзімі жеткен қарыздарын өтеу қабілетін бағалау болып табылады. 2022 жылдың мамырында Шри-Ланка өтеу мерзімі біткен қарыздарын өтей алмады. 1948 жылдан бергі алғашқы тәуелсіз қарыз дефолты елдің банкроттықтың алдында тұрғанын және экономикалық жағдайдың әлемдік назар аудара бастағанын көрсетті.
Ақырында, Шри-Ланканың сол кездегі премьер-министрі 2022 жылдың 5 шілдесінде елді банкрот деп жариялады және бүкіл елдегі адамдар бірден қатты зардап шекті. Шри-Ланка азық-түлік, дәрі-дәрмектер және электр құрылғылары сияқты тұтыну тауарларынан шикі мұнай мен тыңайтқыштар сияқты аралық өнімдерге дейін әртүрлі өндірістік ресурстар мен қажеттіліктер үшін импортқа өте тәуелді болғандықтан, бұл Шри-Ланкаға әлеуметтік операцияларды жүргізу үшін жеткілікті валюталық шығындар қажет дегенді білдіреді. Бірақ валюталық резервтердің түбегейлі төмендеуіне байланысты ел қарыздарын өтеп қана қоймай, сонымен қатар материалдар импортын өтей алмайды. Бұл Шри-Ланканы азық-түлік, энергия және медициналық құралдармен қамтамасыз етуі өте тапшылық жағдайға қалдырды. Ел астанасы Коломбодан ірі қалаларға дейін азаматтар үнемі көптеген қолайсыздықтарды бастан кешіруде. Жанармай тапшылығына байланысты ішкі қоғамдық көліктердің кестелері қысқартылды. Көліктер жеткілікті жанармай ала алмайды және қоғамдық нысандарды, соның ішінде көше шамдарын үнемдеу үшін өшіруге мәжбүр болды. Тұрғындар күн сайын 10 сағаттан астам уақытқа созылатын тұрақты электр қуатының үзілуін бастан кешіруде. Сонымен қатар, азық-түлік тапшылығына байланысты үкімет сүт талқанын, қантты, күріш қатарлы азық-түліктерді мөлшерлеп беруге мәжбүр. Ішкі азық-түлік инфляция деңгейі 80%-ға жетті, ал отбасылардың 3/3 3 уақыт тамақты тойып жей алмайды. Қатты зардап шеккен халық наразылық білдіру үшін көшелерге шықты, ал кейбір наразылар тіпті президент пен премьер-министрдің кеңселеріне басып кірді. Үкімет халықаралық валюта қорынан көмек сұрап, елдің осы ауыр экономикалық дағдарыстан аман шығуына көмектесу үшін несиені қайтару мәселесін қайта келісуге үміттенді. Исландия, Гренландия мен Ұлыбритания арасында орналасқан солтүстік Атлант мұхитындағы арал мемлекеті. Ол 5 солтүстік елдердің мүшесі және біріккен мемлекет, НАТО, Еуропалық еркін сауда қауымдастығы және экономикалық аймақтың мүшесі. Елде 360 мыңға жуық халқы тұрады. Бұл Еуропадағы халқы ең аз мемлекет. Бүгінде Исландия жоғары дамыған ел қатарында. Жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі дүние жүзіндегі үздіктер қатарында ғана емес. Сонымен бірге ол да әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін және ең бақытты адамдар бар елі болып, әлеуметтік әл-ауқаты өте жоғары елдердің бірі саналады. Ал көптеген марапаттарға ие болған мұндай дамыған ел 21 ғасырда банкрот деп жариялаған бірінші ел болды. Мұның барлығы 2008 жылы болған Исландиядағы қаржылық дағдарыстан туындап отыр. Исландияның экономикалық дағдарысы ең алдымен ұлттық экономика құрылымын өзгертуден басталады. Төтенше жер бедері мен суық климатқа байланысты, арктикалық шеңбердің шетінде орналасқан Исландия көптеген салалардың дамуына қолайлы емес. Арал халқы ежелден балық шаруашылығымен айналысып, негізгі валюта көзі ретінде балық өнімдерін экспорттаған. 20 ғасырдың аяғында Исландия үкіметі тек ресурстарға негізделген экономикалық өсу тым баяу деп есептей бастады. Сондықтан ол виртуалды экономика саласына назар аудара бастады. Алдымен балық шаруашылығын жекешелендіріп, адамдардың балық аулау квотасын қаржылық тауарлық операцияларға айналдырды. Бұл Исландияның бастапқы қаржылық моделін дүниеге әкелді. Кейінірек, 20 ғасырдың аяғында аралдың қаржы саласы қарқынды дамып, 2002 жылы ұлттық банк жекешелендірілді. Содан бері Исландияның қаржы өнеркәсібі үкіметтің қолдауымен өркендей бастады. Ішкі экономикалық құрылымда жыл санап дәстүрлі балық аулаудан қаржы саласына ауысты. 2006 жылға қарай Исландияның қаржы өнеркәсібі экономикада басым жағдайға ие болды. Сонымен бірге балық аулау сияқты дәстүрлі нақты салалар қысқаруын жалғастырды. Арал банктері шетелден қаражат тарту үшін жоғары пайыздық мөлшерлемелерді және төмен реттелетін қаржылық ортаны пайдаланады. Және халықаралық нарықта үлкен көлемдегі төмен пайыздық қысқа мерзімді облигацияларды қарызға алып, жоғары табысты ұзақ мерзімді активтерге инвестициялап, содан кейін әлемдік капитал ағынының қосылған құн тізбегінде пайда алды. Ақырында, Исландия үкіметінің жекешелендіру және банк саласын төмен реттеу жағдайында Исландияның виртуалды экономикасының ауқымы бірте-бірте өсті. Қаржылық рычаг үлкен болды және сыртқы қарыздың ауқымы жылдық ішкі өнімден 12 есеге жетті. Бірақ қатты нақты экономика мен валюталық резервтердің қолдауынсыз дағдарыс 2008 жылы ақш-та ипотекалық несие дағдарысы басталғаннан кейін пайда болды. Ипотекалық дағдарыстан кейін барлық тараптардың капиталы тәуекелден бас тарту режиміне енгендіктен Исландия банктері қарыз алу және несие беру арқылы қарыздарын өтей алмады. Төтенше жоғары қаржылық леверидж әсерінен отандық физикалық активтер банктердің орасан зор жиынтық қарызын өтей алмады. Бұл Исландияның банк саласын бір түнде күйреу алдында қалдырды. Бұл елдің экономикалық операцияларын құлатты. 2008 жылы 6 қазанда Исландияның премьер-министрі елдің банкротқа ұшырап жатқанын хабарлады. Әрдайым назар аудармайтын бұл шағын солтүстік елі бір түнде экономикалық дағдарысқа ұшырады. Орталық банктың өтімді активтері небәрі 4 миллиард еуро болды, ал жалпы сыртқы қарыз 100 миллиард еуроны құрады.
Ол кенеттен әлемдік қоғамдық пікірдің назарына ілікті және 21 ғасырдағы бірінші банкрот ел болды. Халық саны 320 мың болып, жалпы қарызды жан басына шаққанда шамамен бір адам 200 мың ақш долларына қарыз болып қалды. Исландиядағы қаржылық дағдарыстан кейін халықаралық валюта қоры Исландияға 6 миллиард ақш доллары көлемінде шұғыл көмек көрсетті. Үш ірі отандық банкті үкімет қайтарып алды және Конгресс экономиканы сақтау үшін қатаң шараларды енгізді. Оның ішінде капиталды қатаң бақылау, капиталдың шетелден кетуіне жол бермеу үшін шетелдік акцияларды сатып алуға және шетелдік инвесторлар өз капиталын алып кетуге тыйым салды. Содан кейін валютаның күрт құнсыздануы арқылы инвесторлар қарызды жасырып азайту үшін шығынға ұшырайды. Кейбір тәжірибелер әлі күнге дейін қайшылықты болғанымен, Исландия оларды тек ұлттық экономиканы қарастыру шартымен үзілді-кесілді жүзеге асыра алды. Сонымен қатар, ұлттық экономика ауқымы жағынан үлкен емес, ақырында оң нәтижелерге қол жеткізді. Исландия экономикасы 2 жыл уақыт ішінде тұрақтылыққа оралды. Банкроттықтан кейін бірнеше жыл өтті. Ол тағы да түрлі көрсеткіштер бойынша үздіктер қатарына кіретін дамыған елдердің біріне айналды. Грекия оңтүстік шығыс Еуропада орналасқан, шамамен 10 миллион 500 мың халқы бар дамыған трансконтинентальды мемлекет. Бұл географиялық орналасу және мәдени алмасуға өте бай ел. Бұл демократияның, батыс философиясының, әдебиеті мен саясаттануының туған жері және бірегей мәдени және стратегиялық ұстанымға ие. Грекия Еуропалық одақтың 10-шы мүшесі. Оның ішкі экономикалық деңгейі Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тез көтерілді. Ол 1996 жылы жоғары кірісті экономика ретінде анықталды. Отандық кеме қатынасы әлемде бірінші орында тұр, және ол бір кездері әлемдегі ең жылдам экономикалық дамыған елдердің біріне айналды. Ол халықтың өмір сүру сапасы мен адам дамуының жоғары индексін жасады. Бірақ 20-шы ғасырдың соңынан бастап Грекия өзінің жоғары экономикалық өсуіне байланысты бірқатар мәселелерге тап болды. Соның ішінде жұмыссыздықтың жоғарылауы, тиімсіз бюрократия, халық арасындағы салықтан жалтару қатарлылар. Елде сыбайлас жемқорлық кең таралған, салық жинау және басқару төмен және Еуропадағы сыбайлас жемқорлық индексі ең төмен. Сонымен қатар, 2001 жылы негізгі валюта ретінде еуроға көшкеннен кейін, Грекиядағы инфляциялық қысым жеңілдегендіктен, бүкіл Еуропадағы банктерден қарыз алу ыңғайлы болды. Бұл Грекия үкіметінің одан әрі ауыр қарыз алуына мүмкіндік берді. Ішкі бюджеттік шығыстар ішкі экономиканы ынталандыру үшін ұлғайтылады, бірақ бюджет тапшылығы мен қарыздың арақатынасы да қарыз алудың ұлғаюымен жылдан жылға артып келеді. Сайып келгенде бірқатар кемшіліктер 2008 жылы қаржылық цунами басталғаннан кейін Грекия экономикасының күйреуіне әкелді. 2010 жылы үкіметтік қарыз 300 миллиард еуроға жетті. Сонымен қатар төлем қабілетсіздігінен туындаған тәуелсіз қарыз дағдарысы экономикалық жағдайды жаһандық назарға алды. Грекияның күйреуі бүкіл Еуропаға таралуын болдырмау үшін Еуропалық орталық банктің үш алыбы, халықаралық валюта қоры және Еуропалық комиссия Грекияны 3 рет құтқару үшін барлығы 289 миллиард несие берді. Бұл тарихта әлемдегі ең үлкен қаржылық құтқару болып табылады. Бірақ шарт, Грекия үкіметі үнемдеу саясатын жүзеге асырып, түрлі фискалдық шығындарды қысқартып, салықтарды көбейтіп, қарыздарды ең жоғары тиімділікпен өтеуі керек. Қаржылық көмек алу үшін үнемдеу саясатын жүзеге асыруға келіскен Грекия келесі жылдары экономикасының айтарлықтай қысқарғанын көрді. Оның ішкі жалпы өнімі 5 жыл ішінде 4-тен 1-не төмендеді. 2013 жылы жұмыссыздық деңгейі 25%-ға, ал 35 жасқа дейінгі жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 50%-ға жетті. Халық аса кедейлік жағдайына тап болды. Одан кейінгі 10 жылда референдумдар, салық реформалары, әлеуметтік толқулар, тіпті дамыған елдің тарихындағы бірінші қарыз дефолтты да бастан кешірді. Ақыры 2018 жылы қарызды өтеп, экономикалық дағдарыстан шықты. Алайда соған қарамастан, Грекия экономикасы әлі де қалпына келе алмай отыр. Жылдық ішкі өнім әлі 20 жыл бұрынғы деңгейде, ал жұмыссыздық деңгейі әлі де Еуропа елдері арасында ең жоғары болып отыр. Елдің дамуы, әдетте, кедейліктен өркендеуге апарады. Бірақ әлемде қарама-қарсы бағытта жүретін бір ел бар. Бұл ел 20-шы ғасырдың басында әлемдегі ең бай елдердің бірі болса, бір кездері әлемдегі ең қуатты елдердің ондығына енді. Оның көліктері Францияға қарағанда, телефондары Жапонияға қарағанда көп. Тіпті 1950 жылдары елдің жан басына шаққандағы табысы Германиядан жоғары болды. Бірақ уақыт өте келе бұл ел бай әл-ауқаттан кедейге өтіп, бірнеше рет банкроттықтың алдында қалды және дамыған елден дамушы елге шегінді. Бұл ел әлемдегі ең оңтүстік елдердің бірі Аргентина. Аргентина оңтүстік Америка материгінің оңтүстік шетінде орналасқан және 23 провинциядан, штаттан және муниципалитеттерден тұратын федеративтік республика.
Территориясы 2.780.000 шаршы шақырым. Жер көлемі бойынша дүние жүзінде 8-ші, Латын Америкасында 2-ші, испан тілінде сөйлейтін ең үлкен ел, елде шамамен 45 миллион адам тұрады. 1861 жылы Аргентинадағы азамат соғысы аяқталып, ел Аргентина Республикасына біріктірілді. Еуропалық иммигранттардың кең ауқымды толқыны Аргентинаны Еуропамен байланыстырып, Аргентинаға теңдесі жоқ экономикалық дамуға мүмкіндік берді. 20-ші ғасырдың басында ол әлемдегі ең бай 7-ші елдердің қатарына кірді. Оның әлеуметтік сапасы, білімі мен мәдениеті, нарықтық экономикасы мен ережелері Еуропа сияқты дамыған. Қымбат шикізат пен табиғи газ, мұнай сияқты жер асты байлықтарына иелік етіп қана қоймай, соғыстан қираған Еуропаға азық-түлік пен тері экспорттау арқылы көп байлық жасады. Жан басына шаққандағы ұлттық табыс дүние жүзінде ең жоғары, ал экономикалық өсу 43 жыл қатарынан 6%-дан жоғары болды. Ол сол кездегі Оңтүстік Америкадағы ең бай және ең ықпалды ел болды. Аргентиналық сияқты бай деп тіпті байлықтың белгілі синониміне айналды. Алайда 1930 жылдардағы әскери төңкерістен кейін Аргентинаның ұлттық тағдырында бетбұрыс басталды. Саяси тұрақсыздық пен мерзімді экономикалық дағдарыстар Аргентина экономикасын рецессияға ұшыратты. Соғыстан кейінгі экономикалық құлдырауда негізінен шикізат экспорттайтын Аргентина экономикасының біртіндеп баяулауына келді. 1946 жылы ел ресми түрде Аргентинаның экономикалық құлдырауында су айдынына айналған әйгілі Перон доктринасын жүзеге асыра бастады. 1946 жылы сол кездегі Аргентина президенті Хуан Перон сайлауда жеңіске жетті. Кейінгі 10 жылдықтарда капиталға да, коммунизмге де қарсы шыққан бұл саясаткер Аргентинаны жұмысшы табының 3-ші бағытына алып келді. Аргентинаның өнеркәсіптік трансформациясының маңызды сәтінде көптеген маңызды салалар мен нысандар мемлекет меншігінде болды және протекционистік саясат қабылданды. Басқа елдерден импортталатын тауарларды қатаң шектеумен қатар, отандық кәсіпорындардың әлемдік экономикалық жүйеден шығу әрекеті арқылы шетелде дамуына да тыйым салынады. Бұл елдің алдағы 10 жылдықтардағы экономикалық апатқа берік іргетасын қалады. Елді шектен тыс қорғау жағдайында көптеген тиімсіз мемлекеттік кәсіпорындар пайда болды. Өндіріс тиімділігі де, сапасы да жаһандық компаниялармен бәсекеге түсе алмайды. Сонымен бірге Перон әлеуметтік қамсыздандырудың жомарт саясатын іске қосты. Жұмысшылардың жалақысын айтарлықтай арттырды. Тұрғын үйлер мен қоғамдық нысандарды қарқынды тұрғызды. Ниеті жақсы болғанымен шектен шыққан әлеуметтік әл-ауқат жеткілікті қаражатпен қамтамасыз етілмеді. Бұл онсыз да тығырыққа тірелген Аргентинаға тереңірек экономикалық дағдарыс әкелді. Кейінгі ұрпақ оны популизм деп сынады. Перон мен оның әйелі Авитаның бағалары да өте полярлы болды. Содан бері Аргентина үкіметі Перон мен либерализм арасында үзілді. Ал елде жарты ғасырда 25 рет режимдік өзгерістер болды. Турбулентті саяси жағдай Аргентинаға бір тұтас даму саясатын жүргізуді қиындатады. Орташа жылдық шығындар жалпы алғанда кірістен асып түседі. Үкімет алдымен шығыстарды ұстап тұру үшін үлкен көлемде қарыз алды. Содан кейін бюджет тапшылығын жою және қарыздарды өтеу үшін үлкен көлемде ақша басып шығарды. Бұл ақырында елдегі ауыр инфляцияға әкелді. Отандық кәсіпорындар протекционизм күшейген кезде халықаралық бәсекеге қабілеттілігін жоғалтып алған болатын. Ал елдің мақтан тұтатын ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы және энергетикалық салалары халықаралық ауытқулардан оңай зардап шекті. Аргентина ақырында бай елден орташа елге көшті. Халық гиперинфляцияның бірнеше рет эпизодтарын бастан өткерді және өткен ғасырда кем дегенде 9 реткі сыртқы тәуелсіз қарыз дефолтына куә болды. Ол әртүрлі банктік және валюталық айналымдарды бастан өткерді және әлемдегі ең ауыр экономикалық құлдырауға ұшыраған елге айналды. Әлемдегі көптеген елдерде бір немесе екі ұлттық рәміздер бар. Мысалы, Франциядағы Эйфель мұнарасы, Жапониядағы шие гүлдері мен Фудзи тауы немесе ақш-тағы бостандық мүсіні қатарлылар бар. Бірақ оның өкілі тарихтағы ең ауыр инфляцияны бейнелейтін 100 триллион номиналындағы алып банкнот болып табылатын ел бар. Бұл ел Зимбабве деп аталады. Ол Африканың оңтүстігінде орналасқан, теңізге шыға алмайтын мемлекет. Ол 1980 жылы тәуелсіздік алды және 390 мың шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Елде шамамен 16 миллион адам тұрады. 1980 жылы Зимбабвенің ақ нәсілдегі отаршылдық билігі жойылып, ол Британ билігінен тәуелсіздігін жариялады. Алғашқы қара нәсілді премьер-министр болып атақты отандық көшбасшы Роберт Мугабе сайланды. Ол Зимбабведе жоғары әл-ауқатқа бағытталған социалистік саясатты жүзеге асыра бастады және алғашқы 10 жылда орасан зор әлеуметтік дамуға қол жеткізді. Бұл Зимбабвені Африкадағы ең жақсы еңбек әл-ауқаты, ең жоғары сауаттылық деңгейі және нәресте өлімінің ең төмен деңгейі бар елдердің біріне айналдырды.
Алдыңғы британдық отаршылдар дамытқан тау-кен өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығын мұра етумен қатар, халық шаруашылығы да тұрақты өсімге қол жеткізді. Алайда бұл жетістіктердің барлығы кейінгі 20 жылда жойылды. Мұның себебі Зимбабве тәуелсіздік алғаннан кейін британ отаршыл үкімет қалдырған дамыған өнеркәсіптерді иемденіп қана қоймай, оған 700 миллион ақш доллары көлеміндегі қарызды да мұра етті. Сол кездегі жалпы ұлттық табыстың 15%-ын құрайтын орасан зор несиелер соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарымен айналысқан Зимбабве үкіметіне үлкен салмақ түсірді. Несиелерді өтеуге үкімет пайдаланатын сома елдің жалпы экспорттық кірісінің 40%-ын құрайды. Сонымен қатар ішкі аумақта орналасқандықтан, үкімет көлік және сауда сияқты аспектілерде үлкен экономикалық қысымға тап болды. Түрлі қарыздар мен шығындармен бірге, бұрын жүзеге асырылған әлеуметтік қамсыздандыру саясатымен қоса, Зимбабве үкіметінің қаржылық шығындары жоғары күйінде қалып отыр, және ол үлкен қаржылық шығындардың орнын толтыру үшін халықаралық қауымдастықтан көбірек несие алуға ғана жүгіне алады. Осының нәтижесінде ол жоғары дәрежелі қарыздық тәуекелге ұшырады. 1990 жылы Зимбабве дүниежүзілік банк пен халықаралық валюта қорынан несие ала бастады. Ал ұйымның талабы бойынша экономикалық құрылымдық реформалар сериясын тұжырымдап, нарықты абсолютті ырықтандыруды қолға алды. Мысалы, тауарлардың халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін син монеталарын құнсыздандыру, білім беру және медициналық шығындарды қысқарту, және мемлекеттік бюджеттік шығындарды азайту, субсидияларды жою, ең төменгі жалақы стандартын жою қатарлыларды жүргізді. Олар бірқатар реформалар Зимбабве экономикасын алдағы 10 жылда тұңғиыққа итермелеп, жұмыстан босату жұмыссыздық деңгейінің 50%-ға дейін көтерілуіне себеп болғанын білмеген. Медициналық қаржыландырудың қысқаруы азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығын небәрі 44,6 жылға дейін қысқартты. Білім беруді қаржыландырудың қысқаруы көптеген балалардың оқуын аяқтай алмай қалуына себеп болды. Импорттық тарифтердің төмендеуі отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін жоғалтуына келді. Жылдық орташа өсу қарқыны 12% болған отандық тоқыма өнеркәсібі 1995 жылы 61%-ға теріс өсуді бастан кешірді. Ел ішінде құрғақшылықта егіннің жетіспеуіне әкеліп соқты, ал азық-түлік бағасы 10 жыл ішінде толық 14 есе өсті. Түптеп келгенде, Зимбабвенің экономикалық жағдайы нашарлай берді. Алайда отандық қарыздар күткендей азаймай, 2000 жылы бастап мемлекеттік қарыздарды уақытында қайтара алмау жағдайлар басталды. Түрлі халықаралық несиелік мекемелер Зимбабвеге жаңа несиелер беруден бас тартып, Зимбабвенің орталық банкі басқа адамдардың шоттарына үнемі нөл қосу арқылы үкіметке ақша қарыз беруді ойластырды. Үнемі өсіп келе жатқан бюджет тапшылығын өтеу үшін Зимбабве 2000-2009 жылдар аралығында адамзат тарихындағы ең ауыр инфляцияны бастан өткерді. Ақшаны басып шығару құнын төмендету үшін Зимбабве үкіметі үлкен номиналдағы валюталарды үздіксіз шығара бастады. Ақырында 2009 жылы 100 триллион номинал мен адамзат тарихындағы ең үлкен банкнот шығарылды. ақш доллар мен син монеталарының бағамы 28 жылда 0,65 синнан 4 миллион синға дейін көтерілді. Зимбабве кофесінің бір банкасы 1 миллиард син тұрады. Ол 10 жыл бұрынғы 60 көліктің құнына тең. Халықтың 80% күніне $1 аз ақшамен өмір сүреді. Ал Зимбабве халқының 44% тойып тамақтанбайды. Зимбабведе бірнеше 10 жылдықтың ішінде орташа табысы бар елдің кедейлік деңгейдегі елге айналды. Зимбабведегі гиперинфляция ақыры 2009 жылы үкімет шетел валютасын қабылдауды жариялағанда аяқталды. Мемлекет 2019 жылы өз валютасын қайта шығарды, бірақ келесі жылы инфляция деңгейі бірден 300%-ға көтерілді. Бүгінгі таңда Зимбабве негізінен шетелдерден азық-түлік импорттайды. Тауарлардың орнына Оңтүстік Африкаға жұмыс күшін береді, және инфляцияның қайтарылуын тежеу үшін негізінен ақш доллары, еуро және Оңтүстік Африка ренді сияқты валюталарды пайдаланады. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.